Ассаламу алейкум. Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді, бір істегеннен дайын бола қалатын жұмсақ кекстарды дайындайтын боламыз. Қыздар, менің каналыма подписация етіп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаймыз. Ең алдымен жұмыртқамызбен көкөніс жақсылап араластыратын боламыз. Кейіннен сүтімізді құямыз. Сүтімізді дайындап атқанда майымызды микроволновкада ерітетін боламыз. Дайын болған майымызды құйып, оны да жақсылап араластыратын боламыз. Енді ұнымызды қосып, оның үстіне разрыхлителімізді қосып, осындай қоймалжың қамырымызды дайындайтын боламыз. Бізге миксердің де қажет жоқ, бұл кекске венчигіңіз болса, сол да жеткілікті. Онда жаймендеп осылай қосып, қоймалжың қамырды дайындайтын боламыз. Міне қамырымыздың біздің дайын болды, осындай қоймалжың болады. Енді осындай силиконовый ыдыстарға кексіміздің қамырын құятын боламыз. Қыздар, қатты толтырмаймыз, өйткені бұлар піскен кезде көлемі үлкейеді. Жартысынан сәл-ақ көп қып салатын боламыз. Пешімізді алдын ала қыздырамыз. 250-270 градус аралығында пісіретін боламыз. 15-20 минутта пісетін болады кекстеріміз. Қыздар, осы қамырдан менде 34 штук кекс шықты. Мінекей біздің кекстеріміз дайын болды. Сондай өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет.